Әлемдегі ең әдемі қылмыскер. Америкалық Джереми Микс есімді мына жігіт заңсыз қару сақтағаны үшін тергеуге алынып 2 жыл түрмеде отыру жазасын алған. Полиция оны ең қатыгез бандиттердің бірі деп таниды. Алайда оның сотталу кезіндегі суреті мен видеолары жергілікті телеарналарға шыққан сәттен бастап танымалдылығы бірден артып, елдің үлкен қызығушылығын оятады. Көрермендер оның мінсіз келбетін көріп, нағыз модель болуға лайық жігіт екен деп жарыса жазады. Осындай сұлулықтың зая кететініне ашынған жұрт тіпті оны кепілмен шығарып алу үшін ақша жинауға көшкен. Шынымен, оның бой десе бойы, түр десе түрі бар тұғын. Джереми жазасын өтеп жатқан кезде оны әйгілі модельдік агенттіктің өкілі іздеп барып ұсыныс білдірген. Сөйтіп 2 жыл бойы әйел арқылы үнемі байланыста болып, түрмеден босаған бетте оны модель болуға шақырады. Бостандыққа шығып бірнеше ай өткенде алғашқы фотосессияға түседі. Суреттері модельдік агенттіктің сайтына және өзінің Instagram парақшасына жарияланады. Міне, содан ол нағыз жұлдызға айналып шыға келді. Желі қолданушылары Микстің түр әлпетін көріп, таң қалып, тамсанып таңдай қағады. Жігіт те өз-өзін қолға алып, модель бизнесінде сұранысқа ие болу үшін жаттығу залынан шықпайды. Денесіндегі кейбір шимай шатпақ татуировкаларын өшіреді. Қысқасы, қылмыс әлеміне біржолата қош айтып, жаңа өмір бастайды. 2017 жылдың соңында ол сән әлемінде толыққанды тұлғаға айнала бастады. 2018 жылдың қаңтарда Микс алғашқы рет түсірілімге қатысып, ресейлік поп әншінің клипіне түсті. Көптеген әйгілі брендтердің жарнамаларына түсіп, ақшаның астында қалды. 2020 жылдан бастап толық метражды фильмдерге түсуді бастады. Осылайша ең әдемі қылмыскер абақтыдан сән әлеміне, ал сән әлемінен кино индустрияға дейін жетіп, ерекше тағдыр иесіне айналды. Арбадағы бала осындай әсерлі қызықты оқиғаларды тағы айтып береді. Мені жеке қолдайым десеңіздер, номерім осы. Ерасыл Ж деп шығады. Парақшама жазылып, лайк бассаңыздар да мен үшін үлкен қолдау.